Егде тартқанда шетел тілін үйрену мүмкін бе? Егер мүмкін емес деп шорт кессеңіз, сіздің бұл саладағы тұжырымыңыз сәл ескірген береді. Мидың мықтылығын ғалымдар 1960 жылдар дәлелдеп, ми пластикасы деген ұғымды енгізген. Ол мидың жаңа тәжірибе мен жарақаттарға бейімделгіш қасиеті. Алайда біраз жасқа келгенде тіл үйрену ми пластикасына бұрынғыдан да көбірек салмақ түсіреді екен. Жас кездегіден сәл қиынырақ болады. Ұзақ жыл жұмыс істеген мидың ептілігі, тез бейімделгіштігі, яғни пластикасы азаяды. Дегенмен бұл толықтай тосқауыл бола алмайды. Тіл үйренем деген зейнеткер тағы қандай қиындықтарға жолығуы мүмкін? Есту қабілетінің нашарлауы. Бұған душар болсаңыз, өзге тілдегі өзгеше дыбыстарды анық шығара алмаумен қатар, дәріс кезіндегі жалпы мазмұнды қабылдауыңыз қиындау мүмкін. Ондайда мұғалімдер тарапы мына жағдайларды ескеруі керек. Анық сөйлеп, мимика мен ауыз ерін қимылын айқын көрсету. Тыңдалатын материалдар дауысын ұлғайту. Дәріс барысында бір материалды әдеттегіден көбірек қайталау. Сабақта аудиодан гөрі қысқа фильмдер мен видео үзінділерді көбірек пайдалану. Онда да адамның бет бейнесі анық көрінетіне мұқият болу керек. Үйренетін дүниелерді көбірек нұсқап, көзбен қабылдауға басымдық беру. Екіншісі көру қабілетінің әлсіреуі. Оған мына кеңестерді ұсынар едім. Сабақ кезінде үлкейтілген шрифті бар мәтіндерді қолдану. Тақтаға барынша жақын әрі ыңғайлы отыруды қамтамасыз ету. Тақтаға қолмен жазғанда анық етіп жазу. Бөлмедегі жарықтың сапалы әрі ыңғайлы болуына мән беру. Үшіншісі есте сақтау қабілетінің жаттаудың нашарлауы. Білікті мамандар осы жағдайда дәріс кезінде қолдануға болатын лайфхактар топтамасын ұсынды. Есте сақтауды жақсартатын әрі жеңілдететін тәсілдерді қолдану. Жүйелі қайталауды дағдыға айналдыру. Еске түсіруге көбірек уақыт беру, ойын бөлмеу. Қартықта кезігер қиындықтарды шолып өттік, шешімінде ұсындық, ендігісі ниет. Мысалы Астанадағы белсенді ұзақ өмір орталығында талабы мен ниеті үндескен ата-әжелеріміз ағылшын және араб тілін меңгеріп жүр. Выяснилось, возраст совсем не имеет значения. Байқағанымдай, жас мөлшері үйренем деген адамға тосқауыл емес. Топтарымызда 50 мен 90 жас арасындағы кісілер бар. Олардың өз өмір салтының дұрыстығына мән беруі, ми жұмысын жақсартқысы келетін ниеті. Мақсатына жетпей қоймайтын мінездері қайран қалдырады. Әрі олардың бір-біріне қарап шабыттанатынын айт. Қасында өзінен де кәрігісінің отырғанын. Оның да еш қауыспай тырысып жатқанын көру алға итермелейтін секілді. Пайдалы бәсеке де бір-біріне көмектесіп болысу да бар. Ал енді сол сабақтарға қалмай барып жүрген Рахия Қалиолла қызының өзін тыңдайық. Ағылшын тіліне келген себебім білім келеді енді. Ол не емес, міндетті емес, шет елге бару өзім үшін ғана. Кейбірде естисің, кейбірде өте жақсы кинолар болып жатады, соны түсінуге, білуге, сосын шет елде біреулер келіп бірдеңе сұрап жатса, түсіндіріп айтуға, өзім үшін ғой, тем более уже біз жас келіп, миым тоқтамасын деп. Рахия апай миым тоқтамасын дейді. Дәл айтады. Бұл өте маңызды. Ал курстарда қазақ тілін үйреніп жүрген Ирина Иванова не дейді екен? Қазақ тілін үйренудегі басты арманым тілді толық түсіну, әңгімелесіп жауап қайтара алу. Қазір әкімдік тарапынан ұйымдастырылған курстарға жазылдым. Онлайнда үйреніп жүрмін. Белсенді ұзақ өмір орталығында да үйренеміз. Ықылас зор, еңбек бәрін жеңбек. Еңбек бәрін жеңбек. Ирина Владимир қызы мен Рахиолла Қалиолла қызының замандастары, сыныптастары тағы не қалайды екен? Мұғалімдері айтып берді. Все, конечно, в большинстве. Курсқа келушілердің көпшілігі әлем аралап саяхаттағысы келеді. Қазір өзіне уақыт бөле алады. Жаһан аралауға мүмкіндік те көп, шекараларда ашық. Тіл білетін, бірақ қарбалас баласына не немересіне масыл болғысы келмейді. Ата-әжелеріміз еркін болғысы келеді. Еш қиналмай дәмханада тапсырыс бергісі келеді. Тағы біразының шетелде баласы не немересі бар. Олар басқа тілде шүлдірлеп жүр. Солармен солардың тілінде сөйлесуге мәжбүр болғандар да бар. Иә, әр түрлі жағдайлар бар. Адам болған соң бәріне бейімделуге тырысамыз да тұрамыз. Бейімделудің аясына жаңа технологияларды қосуға болады. Динара Ұстаз оқушыларының цифрлы Қазақстанмен, цифрлы жаңа Қазақстанмен бір толқында екенін айтып мақтанды. Все у нас любят приложение Duolingo. Ата-әжелеріміз Duolingo қосымшасын жақсы көреді.
бәрі соны жүктеп, бір-біріне кеңес етіп жүр. Ол жерде жеткен жетістіктер де тіркеліп, ұпай қосылып кезеңдерден өтеді. Өзара бәсекелесіп, сен әлі 3-ші кезеңдесің бе, мен 8-шісіне жетіп алдым деп, ойын мен тіл үйренуді біріктірген тиімді тәсіл тапқан. Оған қоса YouTube пен Netflix-тен шет тіліндегі бейнематериалды, сериал, киноларды субтитрмен көреді. Көпшілігі балаларға арналған ән жырға әуес. Тілге жеңіл, жаттауға оңай болған соң, соны тыңдап, сөздік қорды молайтуға тырысады. Находит ресурсы. Бәрекелді, әдетте балалар ересектерге қарағанда тілді тез үйренеді деп жатады. Ал ол рас, бағанағы ми пластикасына байланысты ерекшелік. Алайда ересектердің де балалардан асып түсетін бір қыры бар. Барселонадағы Помпео Фабра университетінің профессоры Альберт Коста ұзақ жылдық бақылау нәтижесінде мынадай тұжырымға келіпті. Үлкендердің сөзді қорының көп болуы шет тіліндегі лексиконды еркін меңгеруге септігін тигізеді. Қаншалықты көпті көрсе, сөздерді жастарға қарағанда жеңілірек және кең ауқымда меңгере алады деген сөз. Десе де жас келген сайын грамматика мен синтаксисті сөз бен сөйлемге қатысты түрлі ережелерді қабылдау, меңгеру баяулайды. Сонда барынша полиглот бола түсу үшін не істеймін, нені үйренгенім дұрыс десеңіз, шетел тілін таңдағанда грамматикасы сізге қиындық тудырмайтын, ана тіліңізге құрылымдық жағынан барынша жақын тілдерді таңдап алсаңыз болғаны. Мысалы, қазақ тіліне грамматикасы мен синтаксисі жағынан түрік, қырғыз, өзбек, түркімен, жапон, корей, моңғол, фин, венгр тілдері жақын. Билингвист қоғамымызда орыс тілі де әжептәуір қолданыста, оны да айта кетейік. Оған украин, беларусь, болгар, поляк, чех, серб тілдері жақын екен. Ал екеуінен де алыс ағылшын тілін үйреніп жүрген орталықтағы әжелер қиындығына қарамастан не меңгеріп жүр? Бастауыш курсымыз 12 сабаққа есептелген. Оның ішінде алфавит, сандар, апта аяттары. Шақтың қарапайым 3 түрі өтіледі. Және күнделікті сөйлеуде қажет сөздерді жаттаймыз. Әуежай, қонақүй, мейрамханада не деу керек деген тақырыптарымыз бар. Көпшілігі саяхаттауға қатысты. Ал ағылшын тілімен қатар қазақ тілін үйреніп жүрген Ирина апайшы. Вот мы часто ходим в кинотеатр. Біз қазақ тілін үйрене жүріп, қазақша фильмдер көруге кинотеатрға барамыз. Субтитрмен араластырып, мазмұнын түсіне бастағанда ерекше қуанышқа бөленесің. Телефонымда да тіл үйренгенде қолданам. YouTube'те қазақ тілін үйренетін видеоларды көп көремін. Пайдасы бар. Жаңа технологияларды қолдануда біздің буын көш ілгері дамып алған. Тағы да бәрекелді деуге болады. Бұл кісілердің сөзін Харвард университетінің профессоры да қолдайды. Доктор Кэтрин Сноу, мұна жасқа дейін шетел тілін үйреніп алып үлгеріңіз. Не ана жаста сізге ағзаңыз кедергі келтіреді деген шектеудің жоқ екенін айтады. Сонда да қолынан келмейді десеңіз, тағы бір мәрте замандасыңызға құлақ түріңіз. Ой, олай айтып айтуға болмайды. Өз-өзіңді ұстауың керек. Мен қолымнан келеді, мен істей аламын, мен оқи аламын деп. Ол үшін кішкене миыңды қимылдатып нетсең, неше сұраулар бар ғой. Деменция, альцгеймер дейді. Сол болмау үшін өз үшінді. Мен өзім үшін осын жасаймын. Қолымнан келеді деп ойлаймын. Неге келмейді қолымнан? Міне, бұл ақпаратты кеңестерді ата-әжелеріңізге, ата-аналарыңызға үлкен кісілер көріп отырса, қатарластарыңызға айтыңыз. Ал жастар жағы сіздерге сылтау қалған жоқ, бастысы тілге деген қажеттілікпен жойқын махаббатты таба алсаңыз болды. Оян да білімге ұмтыл.